Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода винегрет салатының жасалу жолын көрсететін боламын. Өте дәмді салат болып шығады. Бұл салат негізі көпшілікке жасалады. Өте тиімді болып келеді. Салаттың құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен қызылшамызды қайнатамыз және де оған қоса сәбіз, картоп, маринадталған қиярымызды да дәл осылайынан видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын кубиктап турап ыдысымызға саламыз. Және де кәдімгі қызыл пияз, осындай салатный листиядан кішкене турасаңыздар болады, және де бір банка горошек қажет болады. Енді барлығын осылайынан видеода көріп тұрғандарыңыздай майдалап турап, үлкенде ыдысымызға салып, жақсылап араластырамыз. Келесі осындай оливки масло немесе кәдімгі сұйық майдан шамалы құямыз. 1-2 ас қасықтай құйсаңыздар болады. Менде уксус кәдімгі салаттарға арналған уксус 6%, одан 1 шай қасықтан қосамын. Және де дәміне қарай тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен осындай дәмді салаттардың рецептісімен бөлісетін боламын. Мінекей барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді тарелкамызға салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міне қарасаңыздар, өте керемет болып шықты. Түсі де әдемі болып шықты. Алдағы келе жатқан Наурыз мерекесіне міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеоларда кездескенше.